15 балл немесе минус 1 балл жер сілкінісі қандай болады? Рихтер шкаласы немесе магнитудалық шкала жер сілкінісінің қуатын өлшеуде қолданылады. Көпшілігіміз бұл шкаланың ең жоғары көрсеткіші 10, ал ең төменгісі 0 балл деп ойлауымыз мүмкін. Ал шын мәнінде бұл жерде ең жоғарғы немесе ең төменгі балл деген шектеу жоқ. 9 балдық жер сілкінісі жердің айналу жылдамдығына әсер ете алады. 21 ғасырда болған екі алапат жер сілкінісі күн ұзақтығына миллисекундтық өзгеріс алып келді. 10 балдық жер сілкінісінде 3500 километрге дейін, ал 11 балдық жер сілкінісінде жер қақ ортасынан бөлінетіндей жарық пайда болады. 15 балл жер сілкінісінен туындайтын энергия жер бетіндегі барлық суды буға айналдыруға жетеді. Бір жақсысы, мұнда жер сілкінісінен ешқандай цунами болмайды. Ал 18 балдық жер сілкінісі 10-ның 32 дәрежесіндегі джоуль энергия береді. Бұл жерді шар тәрізді ұстап тұрған гравитация күшімен бірдей. Демек, мұндай магнитуда жерді ыдыратып жібереді деген сөз. Әрі қарай балдық көрсеткіш жоғарылаған сайын жерді құрайтын материалдардың шашылу жылдамдығы арта береді. Күннің гравитациялық бірігу күші 24 балға сәйкес келеді. Бұл Юпитердің көлеміндей шарға сутек бомбаларын толтырып, жарып жібергенмен бірдей. Біздің ғаламдағы ең қуатты сілкіністер нейтрон жұлдыздарда кездеседі. 25 балдық сілкіну күнді жарып жіберуге жеткілікті. Енді бұл шкаланың төмен жағына түссек. 0 балдық жер сілкінісі бола ма? Иә, шкала тіпті 0-ден төмен де кете береді. Төмен балдық жер сілкіністерін қарастырып көрейік. 1 балл жартылай тиелген цемент таситын жүк көлігін 10 метр биіктіктен тастаумен бірдей. 0 балл 20 адамның бірге жүгіріп келіп үйге соғылуындай. Ал минус 1 балл бір адамның ағашқа жүгіріп барып соқтығысқанындай. Үстелден құлаған мысық минус 2 балл жер сілкінісін жасайды. Минус 3 балл мысықтың бір аяғымен екінші аяғын ұрғанындай. Минус 4 балл монетаның иттің үстінен құлауымен бірдей, ал минус 5 балл механикалық клавиатураны, минус 6 қарапайым ноутбук клавиатурасын басқанға тең. Минус 7 балл бір тал қауырсынның жерге құлауындай, ал минус 8 балл құм сағаттағы бір түйір құмның түсуіндей. Минус 15 баллшы шаң тұзаңы үстел үстіне қонғанда осындай жер сілкініс көрсеткіші тіркеледі.